Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 130-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Болашақтың көліктері, еліктеу сөздер. Тірек сөздерді қатыстырып мақал жазамын. Еліктеу сөздердің түрлерін айырып, сөйлеуде қолданамын. 52-ші жаттығу: жұмбақты оқып, шешуін тап, сымға асылып, жүр асығып, дыз-дыз етіп жүрегі, сымнан ұстап жүреді. Өзіне адам мінеді, ол не, ал кім біледі? Бұл не екен? Бұл троллейбус екен. Көліктің қандай түрлерін білесің? Қалай ойлайсың? Ауа тазалығын сақтау үшін болашақта қандай көлік пайдаланылады? Өзің қандай көлік ойлап табар едің? Болашақта ауаның тазалығын сақтау үшін электр энергиясын қолданылатын көліктер немесе күн энергиясымен жүретін көліктер қолданылатын болады. Өзім табиғи күн сәулесімен, желмен, сумен, электр энергиясымен жүретін көліктер ойлап табар едім. 53-ші жаттығу: тірек сөздерді пайдаланып, болашақтағы көліктер тақырыбында мақала жаз. Тірек сөздер: болашақ, көлік, ұшатын көліктер, жаңалық, әуежай, кемежай, ұнатамын, саяхат, су көліктері. Болашақта көлік өндірісінде көптеген жаңалықтар болады деп ойлаймын. Қазірдің өзінде ұшатын көлікке міну үшін әуежайға, су көлігіне міну үшін кемежайға барып отырамыз. Осылайша аз уақыттың ішінде қалаған жерімізге бару мүмкіндігі қарастырылған. Өзім де шетелдерді аралап саяхаттағанды ұнатамын. 54-ші жаттығу: мәтінді оқып, еліктеуіш сөздерді тап. Оқушылар мектептің ауласына жиналды. Олар тауға саяхатқа бармақшы. Мәшине гүр-гүр етеді. Балалар мәшинеге отырысымен гүрілдеп сулай жөнелді. Қарамен жазылған сөздерді салыстыр. Қайсысы еліктеуіш сөз, қайсысы етістік екені ажырат. Қарамен жазылған сөздер: гүр-гүр, есту арқылы жасалған бейнелеуіш сөз, гүрілдеп, етістік. Гүрілдеп сөздің құрамына қарай талдап, түбір сөздің қай сөз табы екенін айт. Гүрілдеп сөзінің түбірі гүріл, зат есім, де етістік тудыратын жұрнақ, п көсемше. Шығармашылық үзіліс. 55-ші жаттығу: сөздерден жұмбақ құрастырып жаз. Озады, уақыт, соғады, сырт-сырт сөздері берілген. Сырт-сырт соғады, уақыт озады. Жұмбақтың шешуі әрине сағат. Жұмбақтан еліктеу сөзді тап. Ол дара ма әлде күрделі ме, соны анықтау керекпіз. Еліктеу сөзі сырт-сырт, яғни есту арқылы жасалған бейнелеуіш сөз. Ол күрделі болып келеді, себебі екі сөзден тұрады. 56-шы жаттығу: ребустарды шеш. Ребустың шешуіндегі сөздер еліктеу сөздің қай түріне жататынын айт. Оларды қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Ребустарды шешетін болсақ, арбан-арбан, желп-желп деген сөздер шығады. Яғни көру арқылы бейнеленетін еліктеу сөздер. Алыстан арбан-арбан етіп жүгірген аю көрінді. Қолына ұстаған сөмкесі қатты желдің әсерінен желп-желп етеді. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.